Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында осындай дәмді салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 қияр, 2 қызанақ, укроп және сәбіз, 2 сарымсақ қажет. Енді ең бірінші осылай қызанақты алып, 2-ге бөліп жақсылап турап аламыз. Одан кейін міне қиярды алып, оны да 2-ге бөліп, оны да жақсылап турап алатын боламыз. Енді міне өздеріңіз көріп тұрғандай сәбізді алып, осылай теркадан өткіземіз. Енді сарымсақты алып, оны да осындай теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Міне укропты да алып, майдалап, жақсылап турап аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қалтаны алып, оның үстіне қызанақты, оның үстіне қиярды, сәбізді, одан кейін сарымсақты саламыз. Оның үстіне шым тұз қосамыз, және мынау укропты саламыз. Оның үстіне соевый соусты алып, қосып жібереміз. Сөйтіп, оны бәрін жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің жасаған салатым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне көкөністеріміздің барлығын қалтаға салып болдық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.